Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін бауырдан жасалатын өте дәмді котлеттер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыз. Барлық керекті заттарымызды дайындап аламыз. Нанымызға сүтімізді құйып, жібітіп қоямыз. Кейін басқа картоп, сәбіз, пияздарымызды үлкенірек етіп турап, ет тартқыштан өткізуге дайындаймыз. Және де бауырларымызды да өстіп, үлкенірек өзімізге ыңғайлы етіп турап алатын боламыз. Барлық шандырларынан және үстінде болатын пленкаларынан тазартуды ұмытпаңыз. Және осылардың барлығын қазір ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Толық құрамын описанияға қалдырып кететін боламын. Сол жерден көріп, жасап көріңіздер. Бұл өте денсаулыққа өте пайдалы бауыр. Әсіресе гемоглобині төмен адамдар жесе гемоглобинді көтереді. Барлығын араластырып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, және де 2 жұмыртқаны салып, жақсылап 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Газымызға табамызды қойып, майымыз қызған кезде осылай қасықтың көмегімен құя отыра, және қасықтың көмегімен өзіміз формасын жасап алатын боламыз. Өте ыңғайлы. Кішірек қылып пісіргілеріңіз келсе, кішірек қылып құйсаңыздар болады. Піскен кезде, екінші бетіне аударатын кезде котлеттеріміздің түрі сарғая бастайды, өзі белгілі болады. Сол кезде екінші шетіне аударамыз. Бірінші шетіне қарағанда екінші шеті кішкене тезірек піседі. Және де артық майларын сорып алу үшін қағаз майлықтың үстіне сүзіп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота.